құрметті менің YouTube каналымның көрермендері. Сіздерге менен өте жақсы жаңалық. Соның бірі, мен сіздерге енді кітап оқып, соның түсінгенімді, яғни осы өмірмен, біздегі практикамыздағы, тәжірибеміздегі өмірмен алмастырып, нәтижесін айтып отыратын боламын. Мен тек құр сөзбен ғана емес, дәлелдермен ғана жұмыс жасаймын. Ең алғашқы кітабым ең бақытты әйел деп аталады. Ендеше құрметті қыз-келіншектер, біз бәріміз де, сіздер де, мен де ең бақытты әйел болуға лайықтымыз, лайықтысыздар. Сол үшін де менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздер осы кітапты менімен бірге оқып шығады деген сенімдемін. Менімен бірге болыңыздар. Кітапта негізінен әйел адамның осы өмірдегі, бұл ең бірінші айтпақшы қыздар, ер адам жазған кітап. Яғни ер адам әйеліне не көргісі келеді, ол соны жеткізіп тұр. Яғни біз айтамыз ғой, барлық ер адамдар бірдей деп, сол сияқты бірдей еместігін және әйел мен ер адамның арасындағы қарым-қатынасты және әйел адамның тарапынан үйде дау, ұрыстың шығу себептері, соның кесірінен қандай талаптарды өзгерту қажеттігімізді барлығын айтады. Ендеше соның ең алғашқысына тоқталып өтейін. Әйел адам бұл өмірде ең сұлу жаратылыс деп келтіреді. Яғни біз әйелдердің осы өмірде әдемі екендігін, олардың қаласа барлығы болатындығын, олардың жігерлі екендігін және айтады ғой, алып та анадан туады, батыр да анадан туады деп. Аналарымыздың барлығы сондай бір қасиетті, қадірлі, бала тәрбиесіндегі өздерінің орны бар екендігін барлығын түсіндіріп береді кіріспе бөлімде. Және бұл Сүлейменов Данияр Ерғалиұлы, яғни исламтанушы, жазушы, аудармашы. Біздің дініміздің шеңберінде жазылған, бірақ барлығы түсінікті, ұғынықты тілмен сіздерге жеткізілген. Бұны мен жарнама емес, менімен бірге көріп, менімен бірге айтатын болыңыздар. Бұл бірінші бөлімнің соңы. Алдағы уақытта екінші бөлімінде әртүрлі тақырыптарға арнап, осы кітаптың 10 бөлімін шығарамын. Яғни сіздер 200 беттен аса кітапты 10 бөлімде қандай да бір түрлік істеп жүріп қосып қойып тыңдай аласыздар. Менімен бірге болыңыз.